Хайырлы күн. Бүгін бізде қонақта Башқұртстандың атқаданған сәнғат шмәкәрі, билдәле композитор Айрат Рәшит улы Гайсин. Қауымағыз. Хайырлы күн. Айрат Рәшит улы Гайсин композитор. Рәсәй һәм Башқұртстан композиторлар берлеге ағзаһы, Өфө қалаһының 7-нче һанлы балалар музыка мәктәбе директоры. Зур гаилә башлыгы. Үдегез белән кыскасы таныштырып үтегез әле. Мен 1962 елда 9 апрелінде Әбиәлі районы Өскөл официаль тілде Ахлай ауылында дүниеге келгенмін. 11-ші бала болып, 14 балалы семьяла. 2-ші бүткәс Сапытулла оқыным Таштемірде 3 жыл. Тракторист, машинист, широкого профиля, автослесарь. Шулай. Әрмес авторында қызметтім, алыс күн соғышта, Сигбой ғасқаларында қайттым. Колхозда тракторист болып ішленім. Шунан Комсорг, колхоздың комсомол ұйышма хейтәк сетіп көрділер, қайлап. Шунан 20 yaşımda бүтін мені ташлап, сәнғат жолына оқырға еттім. Һәм Учалы музыка училищесіне барып кірдім. 25 октябрьда онға оқушы болып, студент болып. 95-те тамамланым, 2009-да тамамланым да, тура келдім сәнғат институтына. Захир Исмаиловтен композитор әділау классында 5 жыл білім алдым. Қысқасы шол. Һеҙҙең ике исемегеҙ бар битендә, икенсе исемегеҙ Рәйет. Ошо исем тарихы тураһында һөйләп киттегеҙ әле. Брат, нәйрәк инде. Комедия хымағыра кеп сыға инде. Біздің Байым ауылы, анда біздің бүтін правление, сельсовет шунда бүтінде. Элекке вақытта жол болмаған бүтінде. Мен самы ең бысырақ айда туғанмын бүтінде апрельде. 20 километрдан ашу, әсей мені екмап сельсоветке барып, документаларға барғандар, тоғы тұрағындағы. Үйде Молла Айрат деп көшіп сығарған бетінде. Сен барып өткен соң ұнытқан оған. 11 бала бетінде, мен 11-ші балағымды. Барып өткенде, сельсоветке енгенде, ең бірінші есіне түшкен есім Арайт болған. Сонан Арайт құшқанда айтығанда, ядып документті. Һеҙгә ҡайһы ваҡытта илһам килә? Илһам төрлө ваҡытта. Onun ниндәйҙер бер мотлаҡ бер ваҡыты юҡ. Төрлө ваҡытта була. Ҡайһы ваҡытта нәҡ ҡырҡыу ваҡытта әйтергә мен бөгөнгө көндә 13 жыл мәктәптә директор эшләп. Эш ваҡытына ҡырҡыу ваҡыттарҙа була. Шул ваҡытта кешене әрләп дигән һәм кешегә нимәлер доказ әйтеп торған ваҡытта Моңғола Әлим Хасановтан анекдотты һөйләйҙәр бит. Йылмайып күрешеп, һөйләшеп торалар, әйләнәләр китәләр барып. Минең дә шундай ваҡыттар бар. Илһам килгән ваҡытта ядып ҡалырға тырышабыҙ. Инструмент маһа былай аҙаҡтан эшкәртәбеҙ. Шуға илһам килгән ваҡытта определенный юҡ уның ваҡыты. Ғөмүмән китап уҡырға яратаһығыҙмы? Әҙәби китаптарҙы ҡыҫҡа томаларҙы ғына яратам уҡырға. Мен ғөмүмән характерым буйынса ұзын романдар оқу. Менің бір романда мен 1-2 ел оқығанмын. Ғөмүмән мен шиғырлар оқыйым. Шиғырлар нық менің үшін қысқа қана бүті фекір, ой фекірдер хайған шиғырларды мен өліп яратамын. Шиғырларды көре оқыйым. Но көңілге айтқан романдар бұла, мен Яңғыбай Хамматовты оқып сықтым. Ұзақ оқыным әлбетте, барып оқып сықтым. Сонан
Мәлтәгәден язмаларын укыйм, шигырьдән тыш бер әсәрләрен, тарихи әсәрләрдә мин яратып укыйм. Чөнки тарихи әсәрләрдә нык уйлап ята инде бөтен уй фикерләре, тарих, бөтен халкыбызның тарихы. Онга менің бик ихлас тырышып, уның эсенә кереп, хәзер уга опера яза башланым. Тамара Искәндәрованың Шәһзадә дигән әсәренә инде. Әле менә шул өзелеп, йолкылып, мен ултырдым да яздым төп, безнең бит шагыйрьләр түгел. Шулай. Гомумән мен шигырьләр язам. Мен элек-электән мына тематикаһына бүлеп, шагыйрьләрне бүлеп куя торган. Лирика буенча, шунан туган ил, патриотизм буенча һәр шагыйрьләрне мен белә торган. Кайсы кемгә нетергә, кайсы шагыйрьгә мөрәҗәгать итәргә. Хәзер бигрәк тә мен иң нык әлбәттә нык укыйм. Минең дусым булды Дамир Шәрәфетдиновтан. Шигырьләр унда бөтә философия, тормыш турында bütün oy fikirleri, anan gide lirika diye etkenseğinde Rami Denbek, onun şiirleri Koyaş Şumak diye etirge bula. Anan gide Möltagay Yamaldinov'tan şiirleri nak yaratıp okuyam, anan gide Eres Miftah, көп менің Таңсұлпан, Арифан, потом мына кімдер бар, біз Рәмел Қолдаулеттер, мархумдардың, олардың мен шиғырларын қалдырмай оқып барам. Мында бізде мына нендей шағырдар тұрағында, нендей китаптар сыққан, біз әлік магазинге жүгіріп барып ала тұрғаным. Менде солай біріне ұқлай бұла тұрған стенканың біріне тек шиғыр китаптарымнан тарихи енді, соның тарихи китаптарында оқимын. Әлі мына Қазақстан оқимын нелерді, ауыл тарихтарын, былай әдәби, нәфис китаптарға келгенде мен яудам қысқақ, тулайым ғана болған. Мен шуға әсәрдерім, өзімдің әсәрдерімді шулай яратам, хулмайса. Bir höylem orununa bir hüzünden aytip berip gatırışam indi men. Buna neden kitaplarda da şunu yaratam. Айрат Рәшит улы, сақырауыбызды қабыл итеп килгәнегездә сен зур рәхмәт. Иҗади шишмәгә карамаһын, киләһе сорашканнарга тиклем. Рәхмәт. Һаулар.